Заман ағысына сай біліммен қаруланған, ой өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп. Ал сол мектепке жас ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы ұстаз тұрады. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Қазақ тілі мұғалімінің оқытуының нәтижесі ертеңгі еліміздің өмірімен сабақтасып жатыр. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. Бір сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Қазіргі таңда оқыту технологияларының алуан түрлері бар. Солардың ішінен пәннің мазмұны мен пәнді оқытуға қойылған талапқа байланысты және ұстаз ретінде өзінің оқыту шеберлігіне қарай сабақтың әр кезеңінде әртүрлі инновациялық оқыту технологиясының элементтерін пайдаланамын. Менің іс тәжірибемде жаңа технологиялармен жұмыс істеу алдыңғы орынға қойылған. Ақан Құрманов ауылының мектебінде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 17 жыл еңбек етіп келемін. Орыс сыныптарындағы қазақ тілін үйретуде оқушылардың білім деңгейлері мен жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі деңгейлік тапсырмаларды қолданамын. Менің өзекті тақырыбым қазақ тілі сабақтарында оқушылардың субъект ұстанымдарының коммуникативтік құзыреттілік арқылы дамыта отырып, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Осы тақырып бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда сөйлеу тілін дамыту бойынша жүйелі жұмыс жасаймын. Сабақ жоспарын, құрылымын оқушылардың білім деңгейіне сай жоспарлап өткіземін. Оқушылардың жеке қабілеттеріне байланысты әдістемелік құралдарды пайдаланамын. Әр сабақта белсенді әдіс тәсілдерді қолдана отырып, әр оқушының айтылым, оқылым, тыңдалым, жазылым, сөйлесім дағдыларының қалыптасуына көп көңіл бөле отырып, жеке карточкалар, тест жұмыстарын, сөзжұмбақтар, тірек сызбалар, суреттерді әрбір сабағымда пайдаланамын. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептің оқушылары да білімді болмақ. Сондықтан өз білімімді ылғи да көтеріп отыруға тырысамын. Білім мен тәрбие сапалы болу үшін әр мұғалім сапалы еңбек ету керек. Сөз соңында айтарым, шәкіртсіз ұстаз тұл демекші, алдағы уақытта жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беруде өз үлесімді қоса бермекпін. Біздер мұғалімдер күнделікті өмірдің жай ғана адам емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті болашағын жасаушыларды тәрбиелеп отырғанымызды ойласақ, мұғалім мұратының қандай болатыны өзіне өзі айқын. Ендеше бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жанашырлығымыздың арқылы жан-жақты берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.